Енді бір жақсылап алатын болса, бір 30-40 мың, 50 мың теңге айналасында шығар. 30-40 мың сіздерге азық-түлікке жетеді, иә? Жетеді, иә. Егер жаңағындай экономдасаңыз, көп нәрсе керек емес қой бізге. Шет ауылдан келгендіктен біз нан да көп алмаймыз біз. Көп алатанамыз. Кезде ма? Енді ол Киім кешек. 300 мыңнан жоғары ғой. Егер қалада тұратын болса, иә. Ал ауылда қанша болуы мүмкін? Мүмкін 150-дің айналасында. Сонда Ауылдың азаматтары көп енді басым бөлігінде не ғой? Мал бар ғой. Ет өздерінен, қор, май, барлық өздерінен, иә, клей. Қалада оның барлығын бәленбай мыңға сатып алып отыр. Дәл есебін айта алмаймын, бірақ өзім пайым бойынша шамамен жартысына дейін. айлығыңызды айта аласыз ба, қанша айлық аласыз? Енді біздің айлығымыз 800-900 мың. Азық-түліктің өзіне айда шамамен 180 мыңдай кететін шығар. Сол шамасында, 200-дің шамасында. Бір есептеп көргеніміз бар. Енді күні қосып, балалардың күнделікті мектепке баруы бар. Білмейтін шығындар да бар ғой, күні 500 теңге бересің, 1000 теңге бересің, сонымен жиналғанда кетеді. Айлық табыс, отбасыға сұрау. Енді мәселе неде? Қараңыздар. Қазір қандай фильмдерді қарап жүр біздің жастар? Вот, пожалуйста, Саке, Баке, прокурор, Қара-қарға, 105-ші мектеп. Жасөспірімдер, екі сөздің бірі боғауыз. Сквернословие. Сегодня мы не обращаем внимания, что вроде закон есть, необходимо призвать к порядку. Мы повторяем слова президента. Закон и порядок, да? А где реально вот на сегодня пропаганда того, что если мы сами пропагандируем сквернословие, хамство, низменность, пошлость через фильмы, и так у нас в соцсетях кишит все это. А мы еще ставим такие фильмы. Поэтому хотел бы знать, а есть ли бюджетное финансирование на эти фильмы? Если есть, это вообще катастрофа. Как же так? Біз қайда барамыз? Президенттің алаңдаған бәріміз естідік қой осы жолдауында. Не болып барады? Ерді, әйелді, жасты, үлкенді, екі сөздің бірі боғауыз. Кішкентай бала және тілшік береді, боғауыз етіп айтқызады да, соны салып басып қояды. Ол не сұмдық? Қайда болған қазақтардың осындай тәртібінде? Мұндай мәселе болмаған ғой. Сондықтан осыған жауап беріңіздерші. Сөз бостандығы деген кезде енді белгілі бір топқа тыйым салып, белгілі бір топқа рұқсат берсек, тағы да бұл енді избирательный подход дейді, тағы да бұл жерде бір дау-дамай туындайды ғой. Енді мен осы соңғы кездер шынымды айтсам, ол азаматты танып біліп жатқаныма шыны керек. Бұрынғы сөздер мен көп есімде қалмапты. Шамасы біздің енді ортада көп талқыланбаған болса керек. Соңғы кездер қарап отырсам, қаңтар кезінде де көптеген сондай сөздерді айтқан екен. Енді қателеспесем, энергетика министрлігі бұған қатысты өзінің түсініктемесін берді. Ол өзінің жеке пікірі, жаңағыдай министрліктің жаңа позициясын білдірмейді деген бағытта. Сосын ол ресми кеңесші емес, штаттан тыс кеңесші болғанға ұқсайды осы министрліктің. Сондықтан да енді бұндай азаматтарға қатысты мен бір ғана шара бар, ол қолданыстағы қылмыстық кодексте немесе әкімшілік кодексте нақты осылай елдің алдына жаңағыдай алауыздық туғызатындай мәліметтер таратқан үшін жауапкершілік көзделген, сол жауапкершілік негізінде ғана қарастыру керек деп ойлаймын өз басым.